Лео Бакерия, әйгілі кардиохирург, ғалым, профессор. Ол 83 жаста. Лео Бакерия дұрыс өмір салтын, әсіресе дұрыс тамақтануды ұстанудың арқасында денсаулығын жақсы деп санайды. Лео Бакерия деген кім? Бакерия Лео Антонович 1939 жылы Грузияның Очамчира қаласында дүниеге келген. 1968 жылы ол кардиохирург ретінде мансабын бастады және дәл осы күнге дейін мансабын жалғастыруда. Сонымен қатар Бакерия жұмысынан басқа кардиохирургиядағы эксперименттік тәжірибеге уақыт бөледі. Оның көптеген әдістері клиникаға Ресейде де шетелде де енгізілді. Соның ішінде қашықтықтан басқарылатын жүрек операциясы. Оның өмір бойы жұмыс істейтін жалғыз орны Бакулев орталығы. Дәрігердің теориясындағы негізгі тамақтану ережелері. Лео Бакерия тамақтанудың екі әдісі бар екенін айтады: салмақ жоғалту әдісі және ұзақ өмір сүру әдісі. Ұзақ өмір сүру үшін және тамақтың пайдалы болу үшін кардиохирург келесі ережелерді ұстануға шақырады. Бірінші ереже: кешке артық тамақтанбай, таңғы астан бас тарту. Таңғы астан неге бас тарту керек? Лео Антонович Бакерияның айтуынша, таңғы ас ағзаға пайдалы емес, керісінше ол тек зиян келтіруі мүмкін. Неге таңғы ас зиян? Біз оянған уақытта денеміздегі кейбір ағзалар, әсіресе асқазан ұйықтап жатады. Ол бірден оянбайды. Нәтижесінде қабылданған тамақ ас қорыту жолына зиян тигізуі мүмкін. Қабылданған тамақ дұрыс қорытылмайды. Керісінше ол асқазанда қалып, шірік пен ашыту процесін тудыруы мүмкін. Сонымен қатар таңғы асқа жеген тағамдар пайдалы болмайды, өйткені қоректік заттар ағзаға қалыпты сіңбейді. Таңғы ас алдында лимон қосылған су ішсеңіз де ас қорыту жолдары одан оянбайды. Бұл ретте кардиохирург таңғы астан толық бас тартудың қажеті жоқ деп мәлімдейді. Таңғы асқа жеңіл тамақ пен сусын ішу керек. Мысалы, сүзбе және шамамен 30 минуттан кейін кофе, яғни таңғы асқа ауыр тағам жеуге тыйым салынады. Осыған байланысты алғашқы тамақтану 11-12-ге жақын уақытта ұсынылады. Осы сәтте дене толығымен оянып, аштық сезімі пайда болады. Барлық жеген тағамдар қорытылады, дұрыс сіңіріледі. Егер адам өмір бойы таңғы ас ішсе, оны бірден тастай алмайды. Бірден таңғы ас ішпей кетсе, асқазан сөлі асқазанды сіңіре бастайды. Бұл асқазан жарасы, яғни ниязбыға әкеледі. Сонымен қатар таңертеңгі тамақтың болмауына байланысты адамның көңіл-күйі төмендейді, әл-ауқат пен күш-қуат төмендейді. Кешке артық тамақтанбау үшін аштық сезімі жоғалғанға дейін тамақ жеу керек. Асқазанға тамақ түскенде, миға асқазанға тамақ келді деген сигнал 15-20 минуттан кейін бірақ барады екен. Ал біз 15-20 минутта көп тамақ жеп қоямыз. Сондықтан тамақты асықпай шайнап жеу керек. Екінші ереже: кешкі асқа ақуыз бен клетчатка жеу керек. Кешкі ас қайнатылған ет немесе балықтан тұрса, бұл өте керемет. Сондай-ақ жаңа піскен немесе бұқтырылған көкөністер, бұл клетчатканың ең керемет көзі болып табылады. Клетчаткалар мен ақуыздар дененің ұзақ уақыт тоқ жүруіне көмектеседі. Нәтижесінде таңғы ас кезінде денеде аштық сезімі болмайды. Үшінші ереже: тәттілерден, газдалған сусындардан, дайын, яғни копченый және ұннан жасалған тағамдардан бас тарту керек. Тәттілер тек тәбетті арттырады, сондай-ақ олар тез салмақ қосуға ықпал етеді. Тәттілер жеңіл, аз уақытқа жететін энергия береді. Дайын, яғни копченый заттар денеде артық сұйықтықтың сақталуына ықпал етеді. Төртінші ереже: көп су ішу. 24 сағат ішінде кем дегенде 2 литр таза су ішу керек. Су барлық жүйелердің қалыпты жұмыс жасау үшін қажет. Сонымен қатар кешкі ас кезінде ас тамақ жеу үшін тамақтанудан шамамен 10 минут бұрын 250 мл су ішу керек. Су асқазанды кішкене толтырады, нәтижесінде тоқтық сезімі тезірек болады. Кешкі астан кейін су ішуге болмайды, бірақ ұйықтар алдында 250 мл су ішсеңіз жеткілікті. Бесінші ереже: кешкі астан соң 60-90 минуттан кейін сізге физикалық жаттығулар қажет. Кешкі тамақтан кейін жеңіл физикалық жаттығулар қажет. Мысалы, отырып тұру, орнында жүру, тағы басқа жеңіл физикалық жаттығулар. Жаттығудың арқасында кешкі ас артық салмақ тудырмайды. Осы 5 ережені сақтасаңыз, салмақты қалыпты ұстауға және күнделікті сергек болуға көмектеседі. Лео Бакерияның кеңесі бойынша түскі асқа жеңіл тамақ, кешкі асқа тығыз тамақтану керек және күнді физикалық жаттығумен аяқтау керек. Бірақ бұл тамақтану әдісі бәріне бірдей сәйкес келмейді. Егер адамда ас қорыту жолдарының немесе жүректің патологиясы болса, онда оған бұл ережелерді ұстануға болмайды. Кардиохирургтың айтуы бойынша, тығыз кешкі ас артық салмақтың өсуіне себеп болмайды. Керісінше тамақ тек пайда келеді. Егер сіз дұрыс тамақтарды жесеңіз, 1,5 сағаттан кейін денеге физикалық белсенділік беріңіз. Кешкі астың пайдасы: кешке тамақ жеген кезде дене толығымен ояу болады, қабылданған тағам толығымен қорытылады. Дұрыс кешкі ас таңертеңгі аштықтан аулақ болады. Дене толығымен оянбаған кезде және тамақтануға дайын емес кезде аштық сезімі болмайды.
Кешкі ас қандағы қант пен холестерин мөлшерін қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. Ұйқы кезінде энергия жұмсалады. Нәтижесінде дене энергияны кешке қабылдаған тағамнан алады. Жақсы тамақтанған адам жақсы ұйықтайды. Кешкі ас пайдалы болуы маңызды. Ауыр тағамдарды жеуге болмайды. Яғни қуырылған еттер, майлы тағамдар. Кешке тұзды көп қолдануға болмайды. Өйткені тұзды көп қолдансаңыз, оған көп мөлшерде су қажет болады. Яғни түнде денеге су қажет болады. Ал таңертең бұл ісінуге алып келеді. Кешкі асқа тәбетті қоздыратын жемістерді жеуге болмайды. Нәтижесінде түнде сіз одан да көп жегіңіз келеді. Азық-түлік жеңіл және тойымды болуы керек. Мәзірде ақуыз тағамдары мен клетчаткалар болуы керек. Ақуыз аштықты болдырмайды, ал клетчатка асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Мысалы, пісірілген ет, балық немесе тауық еті, көкөністермен немесе бұршақтармен болса, бұл керемет кешкі ас. Қандай су ішуге болады және қандай су ішуге болмайды? Лео Бакерияның айтуынша, газдалған суды ішу пайдалы болып саналады. Қантсыз, табиғи газдалған су. Газдалған сусындағы газ табиғи консервант ретінде қызмет етеді. Яғни газдалған су зиянды микробтарды жояды. Егер сіз тәтті су ішкіңіз келсе, судың құрамына табиғи бал қосуға болады. Кофені ішкенде, әсіресе таңертең ішкенде, кофені бос асқазанға ішуге мүлдем болмайды. Өйткені ол жүрекке зиян тигізеді, жүрек соғу жиілігін жоғарылатады, қан тамырлары қысымды, яғни давленияны жоғарылатады және асқазан жарасының дамуына себеп болады. Кофені жеңіл таңғы ас ішкеннен кейін 30 минуттан соң ішуге болады. Кран суы ағзаға пайдалы, бірақ бұл жылы әрі таза болуы керек. Температура шамамен 35-36 градус, яғни дене температурасына жақын. Егер сіз суық су ішсеңіз, ішкі органдар қатты күйзеліске ұшырап, тітіркене бастайды. Бұл ішкі ағзалардың жұмысының бұзылуына әкеледі. Ал өте ыстық суды ішкен кезде, асқазан ішек жолдарының шырышты қабығының күйіп қалу қаупі бар. Ол біртіндеп жараға, тіпті қатерлі ісікке айналуы мүмкін. Қандай сусындарды рационнан алып тастаған жөн? Лимон шырыны қосылған суды рационнан алып тастаған дұрыс. Лимон суы асқазан қышқылдығын бұзады. Түрлі шырындарды аш қарынға ішуге болмайды. Өйткені олар тым тәтті және олар қандағы глюкозаның деңгейін көтеріп жібереді. Кефир мен сұйық йогуртты аш қарынға ішуге болмайды. Құрамында пайдалы микрофлора болғандықтан асқазандағы қышқылдық бұзылады. Микрофлора бос асқазанда жоғарылайды. Тамақтанудың пайдасы үшін кардиохирург келесі ережелерді сақтауды ұсынады. Белсенді өмір салтын ұстаныңыз. Ұйықтар алдында кешке 40 минут серуендесеңіз жеткілікті. Оптимист болыңыз. Таңертең алдымен айнаға күлімсіреп қараңыз. Содан кейін жақын және қымбат адамдарға күлімсіреңіз. Дене салмағыңызды бақылаңыз. Артық салмақ тек эстетикалық қолайсыздықты тудырмайды. Барлық органдардың жұмысын шамадан тыс көбейтеді. Нәтижесінде ол көптеген аурулардың пайда болуына себеп болады. Сүймейтін, жаныңыз қаламайтын жұмыс сіздің өміріңізді бұзады. Лео Бакерия, сергектік пен ұзақ өмір сүру үшін уақытылы ұйықтаңыз. Әрқашан жақсы көңіл күйде болыңыз. Сүйікті ісіңізбен айналысыңыз деп кеңес береді. Достар, осы видео пайдалы болса, арнаға жазылып, осы видеоға лайк басып кетіңіз және комментарияға осы ережелермен келісесіздер ме? Соны да жаза кетіңіз.